Ассаламағалейкум достар, сіздермен Акон Тажыбаев. Мен осы блогымда арқа жаттығуларын көрсететін боламын. Айтпақшы, менде аптасына 2 видео шығады. Біреуі әлемдегі атақты спортшыларға ақпарат беріп кетем. Екіншісі осы менің тренировкамдан көре аласыздар. Менің бүгін әдеттегі жаттығуларым, жарысқа дайындықты бастадым. Қазір менде масса набор, салмағым 83 килограмм. Ондайша ең бірінші арқа жаттығуына турникке тартудан бастаймыз. Оннан 5 подход жасаймыз. Кеттік онда. Достар, осымен турникке тарту аяқталды. Қазір екінші базалық жаттығу. Ол штангымен наклоне тарту өзімізде. Кеттіңі. Бірінші жеңіл веске қыздырмалар. Сосын ауыр вес салатын боламыз. Осымен екінші біздің жаттығуымыз аяқталды. Қазір үшінші тяга верхнего блока, бірақ біз оны басқа вариациямен жасаймыз қазір. Достар, неге бұны істеп атқан себебім, өйткені екі қолмен істегеннен гөрі, мен бір қолмен істеген кезде арқамды жақсы сезінем. Сол кезде толық амплитуда кетеді. Сондықтан да арқам менде жақсы өсіп атқанын байқаймын. Осыны бітіріп тастаймыз. Бітіргеннен кейін келесі жаттығуға барамыз. Енді тағы 4 подход жасаймыз. Получается, енді 3 подходы бар. Достар, келесі жаттығымызды осы тренажерда жасаймыз. Оны да негізі екі қолмен емес, бір қолмен тартамыз. Сол кезде, чтобы толық сезіну үшін біздің арқамызда. Достар, осымен аяқталды тренажерда. Енді соңғы қазір жаттығымыз ол гантельде еңкейіп тұрып тарту. Кеттік, гантельге барайық.
Достар, мен алдағы уақытта бодибилдингтен менс физик категориясына жарысқа дайындықты бастадым. Алдағы уақытта толық тренировкалар болатын болады, және де осы арнамда мен спорт питание, тамақтану, қалай тренировка жасау барлығын айтып кететін боламын. Сондықтан маған міндетті түрде тіркеліңіздер. Мен сіздерге сенемін. Сау болыңыздар, достар.